Сәлем балалар, келіңдер, қызықты оқиға тыңдайық. Менің ойымша, Яхуданың Исаға опасыздық жасағаны сұмдық. Иса неге олармен шайқасқан жоқ? Неге ол өзін өзі босатқан жоқ? Бұл рас. Иса өзін босата алатын еді, бірақ бәрі осындай болуы керек болды. Неге екенін түсіне алмаймын. Құдайдың ұлы бұл дүниеге біздің күнәларымыз үшін өлуге келді. Мойынсұнбаудың және күнәлардың кесірінен адамдар Құдайдан ажырап қалды. Ал күнәнің өтемі өлім. Біздің Құдаймен қарым-қатынасымызды қалпына келтіру үшін Иса біздің жазамызды өзі көтергісі келді. Енді түсіндім. Соңғы үкімді төреші шығарды. Жыл сайын Израильдіктердің Мысырдан шығу мерекесінде төреші бір тұтқынды түрмеден бостандыққа шығаратын. Осы жылы кім босатылады? Иса ма, немесе Барабба ма? Шынында да Пилат кісі өлтіруші Бараббаны емес, Исаны босатуды қалады. Сондықтан ол қайтадан сұрады. Бараббаны босатқанымды қалайсыңдар ма? Әлде Исаны ма? Бізге Барабба керек. Барабба! Мен Исамен не істеуім керек? Ол айқышқа шегеленсін. Айқышқа шегеленсін. Дәл солай болды. Құдайдың ұлы қамшымен жараланған арқасына ауыр айқышты көтеріп жүрді. Олар Исаны Ғалғота деп аталатын жерге апарды. Сол жерде ол біз үшін өлді. Ол бізге лайықты өлім жазасын өз еркімен қабылдады. Иса 6 сағат бойы айқышта керіліп тұрды. Өлер алдында ол дүниедегі ең маңызды сөздерді айтты. Енді түгел орындалды. Содан кейін ол көзін жұмып, бүкіл әлемнің күнәлары үшін өлді. Исаға сенетін әрбір адам Құдаймен қарым-қатынасқа және мәңгілік өмірге ие болады. Сен бұған сенесің бе? Құдай ұлы жан тапсырғанда, тал түстен бастап бүкіл жерді қараңғылық басты. Қатты жер сілкінісі болды. Римдік қолбасшы шошып кетті де, Бұл шынымен Құдайдың ұлы екен. Кешке қарай Иса қабірге қойылды. Бірақ ол сонда қалмады. Ең қызығы әлі алда. Бұл туралы толығырақ келесі шығарылымда. Жақында кездескенше балалар, менің атым Әлия.